салаватшы біздің салаватымыз. Біз саллаллаху алейхи ва саллям деп айтып жатыр. Тілге жеңіл, жақсы? Тілге жеңіл, ауыр ешқандай жоқ. Дәрет керек емес. Міндетті емес дәрет айту. Құбыла керек жоқ. Пробкада тұрсың ба? Музыка тыңдап отқанша босқа не істе? Салават айтып отыр. Адамның салаваты дейді пайғамбар салам айтады. Инна салатакум закатун лакум дейді. Сендердің маған айтқан салаваттарың сендердің өздеріңді тазалайды дейді. Кімді тазалайды? Бізді тазалайды. Демек, ол айтылған салаватқа пайғамбар мұқтаж екен? Біз мұқтаж екенбіз. Қалай біз мұқтажбыз? Убай ибн Кааб деген сахаба бар, білеміз бағашағымыз. Құранның ілімін ең терең меңгерген сахаба Убай ибн Кааб. Пайғамбар салам Құранды 4 адамнан үйреніңдер деп айтады. Дұрыс па? Соның біреуі кім? Біреуі емес, біріншісі соның Убай ибн Кааб деген сахаба. Сол Убай ибн Кааб кетіп бара жатса, пайғамбар салам шақырып алады екен, Убай бері кел деп. Алланың елшісі қандай қызмет? Құран оқып берші деп айтады. Алланың елшісі Құран сізге түсті ғой, мен қалай саған оқып беремін? Сенен тыңдаған жақсы көремін дейді екен, ана қараңыз. Пайғамбар салам бір адамнан Құран тыңдаған жақсы көретін болса, кімнен? Убай ибн Каабтан Құран тыңдағанды жақсы көреді екен, ана қараңыздар. Бұл тыңдау бар ғой Құранды, біз тұрып кете береміз Құран оқып жатса. Бұл құлшылық Құранды тыңдау. Егер құлшылық болмағанда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям не істемейтін еді оны? Істемейтін еді олай. Құранды оқығанда, тыңдағанда ол жерде неге бөленеді? Тыныштық пен берекетке бөленеді. Сол Убай ибн Кааб келеді де айтады ғой, Алланың елшісі. Аяттар түсіп жатыр ғой жаңағыдай. Салауат не деген. Мен түнде 1 сағат уақытым бар дейді. Намаз оқитын. Жаңа дұға қылатын. Тахажжудтың уақыты болып тұр ғой. 1 сағат оқи дегене, машалла, тахажжуд намаз дұғасы бар қасында. Қандай жақсы сахабалар. Сол айтады, Алланың елшісі, мен сол бір 10-15 минут салауат айтып қойсам бола ма дейді. Жаңа дұғамның ішінде. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, Убай дейді, хада хайрун, ойбай, Убай, бұл қандай жақсы нәрсе дейді. Күшті ғой сен түнде тұрып бұлай құлшылық істеуің. Бірақ дейді, фа ин зитта фа хуа хайрун лака дейді. Егер де сол салауаттың үстіне тағы да қосып салауат айтатын болсаң, 15 минуттың үстіне, сен үшін қайырлы дейді. Кім үшін? Сен үшін деп жатыр. Бір кетті ма? Екі. Алланың елшісі олай болатын болса, мен жарты сағат салауат айтам дейді. Жарты сағатын дұға қыламын, жарты сағат салауат айтам дейді. Хада хайрун дейді пайғамбар салам. Бұл қандай керемет дейді, жарты сағат бойы салауат айту. Фа ин зитта фа хуа хайрун лака дейді. Егер де сен тағы да үстіне қосатын болсаң, өзің үшін қайырлы болар еді дейді. Олай болатын болса, Алланың елшісі жаңағы 1 сағат бар ғой, түгелімен салауат айтам дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, идан дейді. Tukfa hammuk va yughfaru laka zambuk. Алла бүкіл қайғы қасіретіңді не істейді? Сейілтіп тастайды дейді. Ішіңде не қалмайды? Ішіңде ешқандай ауру, дерт, қайғы, қасірет, мұңаю не? Қалмайды. Адамның іші мынадай болып жатыр, астан кестен болып жатыр да. Соны реттеп беретін нәрсе не екен? Пайғамбарға салауат. Дұрыс па? Біреулер көре алмаушылықтан таңға дейін ұйықтай алмайды. Біреулер уайымнан ұйықтай алмайды. Біреулер билігінен ұйықтай алмайды. Біреулер байлығынан ұйықтай алмайды. Біреулер басқа уайымнан ұйықтай алмайды. Ұйықтатпайды дүние. Бірақ сол ұйықтататын нәрсе не екен адамды? Пайғамбарға айтылған салауат жүрекке не әкеледі дейді? Жүрегіңдегі қайғыңды сейілтеді дейді. Бүкіл адамның жүрегінде қайғысы бар. Дұрыс па? Кім айтады, мен 4 құбылам теңді? Біреу айта ала ма? Ешкім айта алмайды. Алла бүкіл пенденің каналдарының бір каналын қысып қойған осылай. Тәкаппарланып кетпес үшін пенделер жердің бетінде. Дұрыс па? Әркімнің өзінің бір кем дүниесі бар. Оны маған айтпауыңыз мүмкін, басқа біреуге тіпті әйеліңізге айтпауыңыз, бірақ не? Ол бар. Әркім өзінің сырын өзі жақсырақ біледі. Енді сол іштегі ауруларды жай емдейтін нәрсе не деп жатыр? Убай, сенің ішіңдегі қайғы, қасірет, дертіңнің бәрін салауат емдейді деп жатыр пайғамбар салам. Екіншіне, ва юғфару лака замбук, Алла күнәң бәрін кешіріп жібереді дейді. Дүниелік айтты ма? Сендердің салауаттарың сендерді тазалайды деді ма пайғамбар салам? Жүрегімізді тазалады ма? Болды ғой, жүректің тазалығын артын не керек енді? Рахат, ұйқы, тыныштық, жүрегіңе Алла амандық пен тыныштық сәкина салып қояды, дүниеде. Ақыретке ше? Юғфару лака замбук дейді пайғамбар салам. Алла күнәң бәрін кешіріп жібереді дейді. Ненің құрметіне? Пайғамбарға айтылған салауаттың құрметіне екен, саллаллаху алейхи ва саллям.